өнер сүйер қауым. Бармысыздар тарихын құрмет тұтып, батырларын ардақтаған, аруақ сыйлаған қазақ елі. 1916 жылғы Торғай өзіндегі ұлт-азаттық көтерілістің бас сардары, әділеттілік пен теңдік жолындағы күрескер батыр Амангелді Имановтың туғанына 150 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған халықтың ұлы хас батыр атты әдеби сазды еске алу кешіне қош келдіңіздер. Амангелді Иманов жас сайынан өз отанын риясыз сүйіп, халықтың бақытты мен болашағы үшін күресіп, көтерілістің шынайы көсемі бола білген ірі тұлға. Амангелді Иманов бір сөзінде, егер біз бостандыққа қол жеткізсек, онда бізде де білімді меңгеру мүмкіндігі болады. Бізде өркениетті халық болар едік деген екен. Осы сөзінен-ақ оның ұрпақтарының білімді болып өскенін қалағаны хақ. Алғашқы сөз кезегі колледжіміздің ұстазы, тарих пәнінің мұғалімі Раиля Жадикбаевнаға беріледі. Сәлеметсіздер ме? Халық батыры 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының басшысы, бас сардары Амангелді Имановтың туылғанына биыл 150 жыл толып отыр. Амангелді Иманов бүкіл қазақ елінің болашағы үшін әділдік жолында күрескен, көзі ашық, көкірегі ояу, қазақ халқының маңдайына біткен бір туар азаматы еді. Академик ғалым Манаш Қозыбаев өзінің тарих зердесі деген еңбегінде былай дейді: Амангелді шын мәнінде батыр болып жаратылған жан еді. Нар тәуекелшіл, өткір, өктем, құралайды көзге атқан құламерген, шешен де көсем туылған ерекше жан. Атағы бүкіл қазақ еліне белгілі Иман батырдың ұрпағы. Ата дәстүрін берік ұстаған азамат. Амангелді Иманов 1873 жылы сәуір айында Торғай уезіндегі Қайдауыл болысында Теріс Бұтақ деген жерде дүниеге келеді. Әкесі Үдербай шаруа баққан момын кісі болғанымен, атасы Иман Кенесары Қасымұлының атақты қолбасшыларының бірі, үзеңгілес жолдасы болған. Ауыл молдасынан жасынан мұсылманша 4 жыл сауат ашып, Дулығалыдағы медреседе білім алған. Орысша да сауатты болған. Жастайынан ат өнерінің шебері, мерген, күреске түсіп, палуан атанады. Амангелді тұлғасының халыққа танымал болған кезеңі 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысымен тікелей байланысты. 1916 жылы қазақ халқының патша үкіметіне қарсы ұлт-азаттық қозғалысы басталады. Ұлт-азаттық қозғалысының негізгі себептерінің бірі ол 25 маусымдағы патшаның жарлығы еді. Қазақ өлкесінен 19 бен 43 жастың арасындағы ер азаматтарды майданның қара жұмысына алу туралы жарлық шығады. Бұл жарлық барша қазақ елін бір белеңге салады. Ең бірінші болып Торғай өңірінің халқы көтеріліске шыға бастайды. Көтерілістің негізгі аса ірі үлкен орталығы Торғай өңірі. 1916 жылғы күз айында 13 болыстың басын қосқан үлкен жиын болады. 13 болыс деп отырғанымыз 6 болыс Арғын, 6 болыс Қыпшақ және 1 болыс Найман еді. Осы 13 болыстың игі жақсылары жиналып, сол үлкен жиында Әбдіғапарды ақ киізге көтеріп хан етіп сайлайды. Және барлық Торғай елінің әскер басшысы етіп, Сардарбек етіп Амангелді Имановты тағайындайды. Жалпы көтеріліске басшылық жасауға Амангелді мен Әбдіғапар өздерінің ақыл парасаты, табандылығы, қайсарлығы, ел алдында үлкен беделі арқылы қол жеткізеді. Бұл туралы Манаш Қозыбаев өзінің еңбегінде былай дейді: егер Амангелді шапшаң, ұшқыр, өткір болса, Әбдіғапар байсалды, ойшыл жан еді. Амангелді ешбір жаннан сескенбейтін, жүрек жұтқан қас батыр болса, Әбдіғапар мәселені тереңнен ойлайтын, кемеңгерлігі басым еді.
азаттық күресінің екі қаһарманы да бір-бірін толықтырып отырды. 1916 жылы Торғай даласынан басталған көтеріліс бүкіл қазақ даласын шарпиды. Қазақ тарихында осы Амангелді Иманов бастаған ұлт-азаттық қозғалыс мақсатына жетті десек болады. Себебі Амангелді, Әбдіғапар, кейкі батырлардың мақсаты бұл патшаға әскер бермеу. Және сол кезде Торғай даласынан 60 мыңға жуық адамды әскерге алу жоспарланса, тек 89 адам ғана осы тізіммен әскерге алынады. Амангелді батырдың азаматтық тұлғасы, күрескерлік мақсаты, қолбасшылық қызметі ұлт-азаттық қозғалысы барысында айқын көрінді. Дала қыраны Амангелді ел ішіндегі беделімен үлкен саяси тұлғаға айналғаны ақиқат. Әрине, өздеріңізге белгілі, бұл 16 жылғы ұлт-азаттық қозғалысынан кейін 1917 жылы Ресей империясында патша үкіметі тақтан құлайды. Нәтижесінде ақпан және қазан төңкерістері болады. Көп ұзамай Амангелді Иманов кеңес үкіметіні орнату мақсатында Торғай өлкесінде сол комиссар болып сайланады. Енді сол кезде Амангелді Имановтың сенімді серіктестерінің бірі ол Әліби Жангелдин. Әліби Жангелдин өзінің естеліктерінде Амангелді туралы былай дейді. Әліби Жангелдин Амангелдінің 3 қасиетіне ерекше тоқталады. Біріншіден, Амангелді діндар жан еді. 5 уақыт намазын қаза жібермейтін. Екіншіден, көзі ғажап еді. Қадалып қарағанда көзінің нұры өңменіңнен өтіп кететін. Амалсыздан көзіңді тайдырып әкетуге мәжбүр болатынсың. Және құралайды көз қатқан қас мерген еді. Үшінші, орта бойлы, дөңес мұрынды, жай қарағанда қалың қазақтан өзгешелігі жоқ сияқты. Амангелді қиын қыстау алмағайып кезеңде бас кессе де тіл кеспегі жоғын алға тартып, кімнің алдында да бұғып, бой таса жасаған емес, нағыз топ жарғанның өзі болатын. Мұсылманша сауаты болған батыр дінді де теріс көрмеген, оның адамгершілік қағидалары қатты ұстанған, насихаттап елді адамгершілікке, имандылыққа шақырған. Жалпы Амангелді Имановтың есімі, оның ерлігі мәңгі халық жадында сақталады, өскелең ұрпаққа үлгі өнеге болары сөзсіз. Назарларыңызға рахмет.